ана деген асқағаттан, ұлыңның атқа мініп көкпар тартқан. Бүгінгі бұл мереке сіздердікі, мейрамың құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман бол жалпың. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрін. Сенің анаң алтын, менің анам алтын, құлпыра бер қарындасым, аман бол жалпың. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрін. Ассалаумағалейкум қадірмен ағайын, той құтты болсын. Қош келіп, қош көрдік ағайын. Бүгін жаңа айтқандай керемет айтулы үйіміздің көркі, баршамыздың біріңізге бауыр, біріңізге дос, біріңізге құдағай болып жүрген осы жерде біздің анамыздың мерейтойына қош келіп жатсыздар. Той құтты болсын деп енді бір сол сіздер үшін кең дастархан жайып той жасаған. Той иелеріне бір қол соқпайық. Әр сөзін асылдап, ақ тілегін ел халқынан жасырмаған. Ал қазағының дастарханы қашанда ақ тілексіз, ақ батасы ашылмаған ағайын. Тойымызды қош келдің тілегімен ашып беретін әулеттің үлкендері. Қайырлы күн, тойшы қауым. Бүгін енді Сәке елінде біздің Мырзатай ағайымның тұңғыш келіні, біздің келін, Сапура келін 60 жасқа толып, соны тойлап жатқан жайымыз бар. Ауылдасымыз бар, Сапураның жаңағы қайынсіңлімнің 60-қа толғанына той жасап, басымызды қосып жатыр. Сапура Ардақ 60 жасың құтты болсын. Сапура Ардақ айналайында туған күндерің құтты болсын. Өмір жастарыңыз ақ болсын, дендерің сау болсын, өмірде бақытты болыңдар. Өмірден ұзақ болып жүз жасасын. Қайынлары бар, құда жекжаттары бар, тумалары бар, бәріне де осы той құтты болсын. Туған жердің топырағында естілген ерлер бар, қаймықпайтын ешкімнен, жаңылмаған әдет ғұрып дәстүрден. Тойларың ұзағынан болсын, Ардақ Сапура құтты болсын. Кемпір шал болып, балалардың қызығыңызы шалып жүре бер. Біздің Сапура қайынсіңліміздің туған күнін жасап жатсыңдар. Көп рахмет. Сапура бұтам жасың құтты болсын, жастан жасқа жете бер, әр уақытта молынан жайы берсін. Ардақ Сапура 60 жасың құтты болсын айналайын. Бақытты бол, қосағымен қосағар. Құрметті тойшы қауым, шамалы кешігіп қалдыңыз. Қайынсіңлім ренжімеңіз енді. Бір жағынан айттым ғой, бір жағынан бауырым, түске дейін бауырымда, түстен кейін қайынсіңлім деп. Туған күнің құтты болсын, өмірің ұзақ болсын, денің сау болсын.
Yana gül alıp keldim men quvonib qarshi oldim ko'limde ko'ktimde Senga bo'lib ketibsan qul borib bir vaqt zavlesin to'kilmay Anbastaya keligimiz Olmoqqa sen qurbon Menga bo'lgin Жасқанба жасыма отыршы қасыма басталсын біздің әңгіме Bazı yerdim қолымды берген жалғыздық жойылсын мәңгіге Сен туған күн мерекеміз ән бастайық келекеміз Olmoqқа сен құрбан есте қалсын мәңгі бұл күн Olmoqqa sen құрбан есте қалсын мәңгі бұл күн Ардақ әкеміздің нағашылары, Сапура анамыздың нағашылары, той төрінде барша нағашылар қауымы. Ал мына істеп жатқан тойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Иә. Мына ағаларың, апаларың келіп жатыр, өзің таныса бер. Мен сен жақты білмеймін, сен мен жақты білмейсің. Келіп жүріп жатырмыз, шақырғасын келдік. Мен жиенімнің дүркін етіп той жасап жатыр екен 60 жасы. Ал Сапура, Ардақ, мына тойларың құтты болсын. Бүгінгі қуаныш, бүгінгі мереке сендердің Алла тағала берген сыйлаушылар, осы балаларды бәрін асырап өсіріп, осындай дәрежеге жеттіңдер, ата әже болып жатсыңдар. Отбасыңа мындан кейін Ардақпен бірге жасасып, бірге ертіп, осы балдардың қызығын бірге көріңдер. Қартайып жатыр ғой, деген менде жақсы ғой. Шүкір, осыған жеткен де бар, жетпеген де бар. Біз ұяда 5-еу едік, бір аға, 4 қыз едік. Содан екеуміз қалдық ағайынның 3 баласымен. Шүкір деймін, осыған да шүкір деймін. Құрметті тойшы қауым, бүгін бәріміз де үлкен бір тойдың куәгері болып отырмыз. Мен өзім мына Сапураға жезде болып келемін. Сапураның апасы бар дейді. Ағамыз бен жеңгеміздің тойына келгендер үшін баршаңызға рахмет айтамын. Ал Ардақ Мыртысбаевич, бүгін үлкен той болып жатыр шаңырағыңызда. Жеңгеміз 60 жасқа толып жатыр. Шынымен де жаңа міне жақсы тілектер айтылып жатыр. Бәріңіз де білесіңдер. Оның бәрін қайта айта берудің қажеті жоқ. Болғаны қара шаш ағарыды ма, қандай сөз бар көңіліңе қарадың да, сағынғанда жаны кем ән шығарсам, тебіренді туғандай алайын ба. Қарындасыма 60 жасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Бірақ көрінген балдардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Тек той болсын. Ал Сапурапа туған күніңіз құтты болсын, өмірде бақытты болыңыз. 100 жасаңыз Ардақтың бірге біз жастыққа айтайыз. Күлкі көрем қашанда жүзіңізден. Нағаш апа, бүгінгі келіп жеткен құттықтаймын туылған күніңізбен. Мен сізді жақсы көрем, Нағаш апа, аяулы анашымның туысы деп. Кей кезде жолың түсіп келіп кетсең, марқайып қуанамын, шаттанамын. Құрметті қонақтар, бүгін міне абысының 60 жасқа толып жатыр. Апа, аға, бүгін келіп жеткен жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын. Бала-шағаңыздың, немерелеріңіздің қызын көріп жүре беріңіздер ортамызда, басшы болып. Көп-көп рахмет сізге, манадан бері үлкен адамдар айтып жатыр, қонақтар сол қабыл болсын, тілектердің бәрі, туған күніңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум қойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Сапураға, Ардақ жеке, жасыңыз құтты болсын. Жастарыңызға жас қосылсын. Жүзбек еліңіздер, қос жайлаған дастархан қуаныш тілеймін.
Мына 60 жасқа толып жатқан мерейтойыңыз құтты болсын. Өмірде аңсаған арманыңызға жетіңіздер. Әйтеуір 70 жасқа 100 жасаңыздар. Ардағы ағам екеуі ортада балдардың қызықтарына тоймай, күліп ойнап, бәр уақытта қуанышта осылай тойда кездесе берейік. Екеуіңіз бірге жасаңыз, бақытты болыңыздар. Сапар апа, мына 60 жасқа толып жатсыз, құтты болсын, деніңіз сау болсын, 100 жасаңыз, ардағы екеуіңіз 1 жасқа бірге артайсыздар. Бәрекелді. 80 ортасындағысы. Анамыздың құшағын гүлге толтырған бауырлары. Ой, рахмет. берекелі болсын. Бірде бір бала айтты деп еді, ауылды атам басқарады, үйге барғасында атамды әжем басқарады деп. Мен сіздерді басқаруға келгем жоқ. Мен бүгін той басқаруға келдім ағайын. Тойды той қылайық, көңіл күйіміз қалай, бір шулап жіберейікші. Той құтты болсын! Баршаңызға приз бар. Дегенмен бүгінгі тойға арнайы шақырып, ана
WhatsApp'tan мама бәріңе жазды ғой. Вот сол WhatsApp'tan бізге бір күшті ответ келді. Сол WhatsApp'тағы дауысын тыңдайық, сол кісінің иесін сөз ортаға шақыратын боламыз, видео жазыпты. Сәке, сәлем. Я, мына Болатын туған күнің құтты болсын. Мен сенің тойыңа бармасам, онда Марат деген атым құрсын. Ұят болады. Сәке, обязательно, тек Алла амандық берсін. Біз әрекеміз жетеміз. Ойбай, Сәке. Обязательно барамыз. Қайда, қосыған ортаға, дұға ұшып. Осы тойға ең алыстан келген қонақ бар ма? Есіміңіз? Сауле. Қаяқтан келдіңіз? Мен ба? Россиядан келдім. Россия? Қай қаласы? Москва қаласы. Москва? Орскіден келді. Орскі мына тұрған жер ғой? Бәрекелді. Және сексеуілден келген құдағайға маманың атынан көйлек орамал, менің атынан мынандай сөйлесіге. Мен соңына дейін бола алмайым, шаруам бар, жұмысым бар дейтіндер болса, ол кісілерге де приз бар екен. Ешкім кетпейді, сағат 9-ға дейін той болады, 9-ға дейін бәрімізді тойға қатысамыз. Сосын енді жаңа жақсы билеген ортаға толтырып биледі ғой, соның ішінен ең жақсы билеген мына 65-тер ма? Жаңа мұн жерде ана. Жаңа апам апасыз болған ма? Керемет билеген! Осы кісіні қанша тойда көрсем де энергиясына риза болам. Еще бұл кісінің бір өнері бар. Қандай? Әне, қошемет барлығыңызға да үлестіріп берем қазір. Байқап отырам, кім жақсы сөйлеп жатыр, кім қысқа сөйлеп жатыр, кім тойды көтеріп жатыр деген секілді. Тойымызда адамның саны баршылық, барлығына тілек беріп үлгеруіміз керек. Сондықтан да біз ортаға құдалар мен құдағайларды ақ тілекке шақырғымыз келіп отыр. Орыстың тойына барсаң құйдейсің, өзбектің тойына барсаң билейсің, қазақтың тойына барсаң сөйлейсің деген жақсы сөзін айтатын тойымыздың төрінде әулеттің маңғылдық құда-құдағайлары. Сәпура ардақ, мына тойлар құтты болсын. Абдулатқа толған құдашар құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, Құдай екеуіңіз бірге жаттай. Балдардың немеренің қызығын көріп, ортамызға жақсылап болса өнерімізге береді. Той шақырғанда бүгін күшті той болып жатыр. Біздің құдағай 60-қа толады. Мен жасыңыз құтты болсын. Арда Құдай екеуміз бірге жатаймыз. Көрген балдардың қызығын көріңіз. Немере сүйіп жатсыздар, шөбере сүйіңіз, шөпшік сүйіңіз. Балдарының қызығына тоймай жүре беріңіз. Құтты болсын тойларыңыз. Өткізі берсін. Құрметті мына
тойға жиналған қауым барлығыңызға зор денсаулық тілеймін. Мына жоғарыға қараңыздар, мына жарқырап тұрған шамға. Ал мына Құдағай сізге жасыңыздан жас қосыла берсін. Осындай үлкен мейрамханада осындай биіктен көрініп, мынандай жарықтың несінде болып ойнап күлу әр уақытта көңілді күліп жүре беріңіз. Бақытты болыңыз, бала-шағаңыздың, немере шөберелеріңіздің қылығын көріп жүре беріңіз. Құдағай, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, жасыңыз жас қосыла берсін. Бала-шағаңыз қызық болсын, ауырмаңыздар, Құдай болсын. Бірге қартайып, осы балаларыңыздан қызыға тоймай жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Манадан бері жақсы тілектер айтып жатыр, сол тілекке қосыламыз. Тойларыңыз құтты болсын. Бар жақсы тілеймін. Құдай екеуміз мың жасармыз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Той боласын. Құдағайлар жастарға жас қосыла берсін. Ұста толдың жатсыздар. Мына үлкендердің жаңағы айтылып жатқан тілектері қабыл болсын. Арда Сапура, бүгінгі тойларың құтты болсын. 60 жасың құтты болсын, Сапура. Жасына жас қосылсын. Ұрпақтарың өсіп, өне беріңдер. Мына 60 жас, 70 жас, 80 жасты жасты бірге ардақ екеуің тойлап, мына көрген балдарыңның қызығын көріңдер. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін бәрімізге белгілі, мына бүгін ардақ құдағын шақырғанда, Сапура Құдағай, бүгінгі мына 60 жас мерей тойымыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мына Құдай екеуміз көрінген балдардың немеренің қызығына тоймай, ағайын туманың ортасында, бала-шағаның ортасында шауып жүре беріңіз, деніңізге саулық берсін. Ардақ Сапура, 60-ға келіп, ағайын туманың, құрдастарының, жұмыстастарының басын қосып үлкен той істеп жатсыңдар. Мына 60 жасың құтты болсын, Сапура. 100 жасаңыз, осы балдардың қызына тоймай жүре беріңіз. Балдарға көп рахмет осылай той жасап беріп жатқан. Біздің ардақ құда тек қана өзінің аққұдық алуына сыйлы азамат емес, ауданға танымал ерекше тұлға. Ардақ құда көмір бір жасықта қартаймыз, дендеріміз сау болсын, балаларыңызға көп рахмет. Тойларыңыз ұзағынан болсын, ардақ құда, Сапура құдашы, мерейтойларыңыз құтты болсын. Баяғыда қандай ұзын жастық деген болады, сондай жасап әкелдіңіз бе? Солай деп. Естімеген бе? Болды. Балалықтың бастауы,
Келесі бір тілек беріп алайық, содан кейін үлкен астың табағын алдырып шай келетін болады. Әзірше дәм жазса талай тойда кездесеміз, күн сайын өркендейміз, өзгереміз. Ақ тілегін арнай келген ауылдың үлкендері ауылдас ағайындарға сөз береміз. Тойдың төрінде ауыл үлкендері, ауыл азаматтары, барша әні келін қарындас күйеулер той төріне ақ тілекке келсе. Ал құрметті тойшы қауым, бүгін той бәрімізге құтты болсын да. Сапура, Ардақ, бүгін 60-қа толып жатсын, 60 жасың құтты болсын. Құрдастары бар, құдалары бар, ауылдастарымыз, ата әжелеріміз де бар ортада. Бәріңізге де құтты болсын. Артақ сабыра туған күн құтты болсын. Әрқашанда güzel той бола берсін деп. Ардақ, Сапура. Құтты болсын. Тойлары тойға болсын, әулеттегі баршаңызға. Ал Сапура апа, жасыңызға жас қосыла берсін, Алланың беріп жатқан жасын, әйтеуір рахаттанып, жидемекпен бір жаста қартайып жүргеніңіздер. Бүгінгі үлкен той болып отыр. Барша ауылетімізге құтты болсын. Сапура 60 жасың құтты болсын. Жастан басқа жете бер. Әже болмақсың. 60-қа толып 60 жасың құтты болсын. Осылай шалықтап, күліп, ойнап, Ардақпен бір жасыққа кәртайып, бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Ішіне дені сау болсын. Сапура, сен біраз нағылай қиыншылықты көрдің, қазір шүкір, әйтеуір. Қазір бәрі жақсылық, бәрі алдынан шығып жатыр, міне. Ал құрметті тойшы қауым, апа, туғаныңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Бүгінгі той құтты болсын баршамызға. Апа, мына мерей тойыңыз құтты болсын. Жездеміз екеуіңіз осылай аппақ болып жарқырап, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ал жезде, апа, тойлар той боласың. Апа, бүгін келіп жатқан жасыңызға жас қосылды. Жездемен бір жақсылық қартайып алға насip етсін. Біріміздің тілегімізді тыңдайық. Мыңның бірінің тілегі қабыл болады дейді. Ал құрметті енді ағай дейтін енді бүгін жезде деп айтайыншы, той ғой. Жезде апа, мына апамыздың 60 жас мерейтойы құтты болсын апа. Әрқашанда жарқырап, жүзіңізден күлкі кетпей жүре беріңіз. Бар балдарыңыздың, жиен немерелеріңізді қызығын көріңіз. Жанымнан, сен іздеп жаным сағынам.
Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Қазір заманға сай барлығын осы біріктіріп жасады ғой. Ана бөлек барып шай ішіп жүрмейсіздер. Шайды осы отырған жерлеріңізге әкеледі. Өз жерде шайды ішіледі, екінші тағам келеді. Әзірше үлкен астың табағын алғасын, батасын да алып алғанды жөн көріп отырмыз. Әумин. Әуелі Алла жарылқын, қаулын қабілет. Бас берсін, мәледен сақтасын, ауыр берсін, аман сақтасын. Ардақ сабыра мына беріп атқан тойларың құтты болсын, жаным болсын, алдар бақытты болсын. Тойларың той болсын, соғылы. Тортты қазір әдемілеп алып қояйық, осы жерде кесіп берер, болмаса ертең үйге барып өзіміз отырғанда тойдың қалай өткенін отырып жейміз, е? Мына кеспейтін қылып шештік, жайлап алып кете қойыңыздар. Мәпелеп бағып баласын, өсірген бізді анашым. Тал бесігімен тербеген аспан мен жердің арасын. Таусылмасана жыр әнім, шөлтесем қайнар болағым. Алладан саулық сұрадым, аман жүрерге жылмағым. Уайымға ана басырма, ұл қызым шүкір қасымда. Немерелерді жетектеп, ғұмырын жетсін ғасырға. Ғұмырын жетсін ғасырға. Қызым мен әркез ұл
сана жүрәнім, шөлтесем қайнар болағым, Алладан саулық сұрадым, аман жүрерге жұмағым. Уайымға ана басырма, ұл қызым шүкір қасымда, немерелерді жетектеп, ғұмырын жетсін ғасырға, ғұмырын жетсін ғасырға. Мейірім толы көзінде, бөлендік жылы сөзіне, бәрі үшін соның мәңгіге қарызбыз ана өзіне. Таусылма сана жүрәнім, шөлтесем қайнар болағым, Алладан саулық сұрадым, аман жүрерге жұмағым. Уайымға ана басырма, ұл қызым шүкір қасымда, немерелерді жетектеп, ғұмырын жетсін ғасырға, ғұмырын жетсін ғасырға. Анасы бар адам ешқашан қартаймайды деп келдік қой осы күнге дейін. Қазір бұл мақал өзгерді. Балдары жақсы атана ешқашан қартаймайды дейді. Әкеміздің, анамыздың осылай жап-жас болып жүргені ол балдарының арқасы. Музыка қосып қой, апай, мынау сізге. Мынау сізге. Мынау сізге. Ие болып тұрсын. Сол әктен ие болды, қазір айтам. Жақсы приздар бар. Қазір мына жерде сұрақ қоямын. Әзірше билейсіздер, сұрақ қоямын. Сұрақтың жауабын мына әріптермен жазатын боласыздар. Түсінікті ғой, қазір тұрғанда тамаша деп жазып тұрсыңдар. Көрсет әріпті. Тамаша. Сіздер де дәл солар. Аға, мұны көрсет. Сөйтіп қаратып қойыңыздар. Ана шыны төңкерсейші. Осылай. Сіз тығып тұрсың. Осылай. Папаның папасы. Кім? Қайда? Кім? Ол, естімесіздер. Папалар бірінші жазды. Ардақ ағаның командасы бірінші жазды. Қолданмай бір сүйімді, үйретіңсің сүйімді, сәлімнің сүйімді, сәніпті болса, ұрыстауға тұрсатын әбіргерімсің, жүрегімді сез аласың. Мультфильм кейіпкері. Кім? Қайда? Мультфильм кейіпкері. Бол. Маша! Дұрыс. Маманың командасы сені не жазасың ба? Не болып кетті? Қайда? Маташа өтіп кетті ме? Тыр жоқ қой вообще. Ой, шақты жаздыр ой. Міне ол Маша дұрыс болды. Бірақ бірінші мамалар жазды бірінші. Бір. Шайдың қалдығы. Қайда? Шайдың қалдығы қайда? Бол. Көрсетші. Шама. Мына бірінші жазды. Ата
Адам көркі не? Адам көркі. Мамалар бірінші жазды. Мата бұл мата. Шүбірек, сендер тамаша деп жазып жатқан не? Бәрекелді, 2-1 мама. Қалаулым бағдарламасының алғашқы жүргізушісі кім? Қайда? Кім? Ол сөз ашы. Папалар бірінші. Сіздер бақа бір-бірін сүйреп жүргенде үш ауыр ғой, үш ауыр. Көңіл-күй қалай? Жақсы сен сол, қалай? Қайда? Көңіл-күй қалай? Болсыз! Болсыз! Ашсыз! Негізі папалар өкін тамшы өкін не ол? Оқыш не жазып тұрсың? Тамшасыз? Призы маманың командасына 20 литр бензин. Баршылық. Сонда біз 2-ге бөлдік, аталғандар ғана шығады ортаға. Құрдастар, 65-те. Достар, бірге кезген шалындаған жас шағын, қалай қызық күнгі кезген қайдасындар достарым. Достар, жүрсің қайда, бірге ғой жанымыз, еске алысы осындайда кешір қайдамыз, еске алысы осындайда кешір қайдамыз. Алса бұра 60-та келіп атсын, 60-та дейді, осылай ойнап келіп ардай құлын. Балдардың ортасына немере сүйбасында шөбере шөпшекке жетіңдер. Мына енді біріште мына ардақ, мына кемпірінің туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осының бәрі сенің арқаң. Ал Сапура, мына 60 жасың құтты болсын. Ардақ Сапура, мына құрметтерін шаққан қаншама халықты жинап басыңызды қосып жатсыздар. Бүгінгі мерейтойың құтты болсын. Деніңіз саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Біздің 65-тегі кластастардың атынан той дастарымыз бар. Гүл шоқтары, оны біздер Ардақтың нағашыларына, Сапураның нағашыларына және құда-құдағайларыңызға тарту етеміз. Мына барлығымыз тілегімізді айтып болайық, сый сияпаттарымыз осы бірге береміз. Сіздер сөйледік, тыңдады, енді бірақ сөйлеп жүресің. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін мына біздің Сапураның 60 жастық мерейтойына жиналып жатыр екенбіз. Енді мына Сапураның деніне саулық берсін, Ардақ екеуі отбасына амандық берсін. 6 жастағы өмірім көз алдыма елестейді. Мырзатай ағай иманды болсын, марқұм менің әкеммен жандай дос болды. Ол кісі өте білімді болды, өте сауатты, интеллигент азамат болды. Алтын құртасың, Сапура, бір партада отырдық екеуміз. Бірге оқыдық, бір мектепті бітірдік. Ардақ екеуің қостасып бірге қартайыңдар. Немере, шөбере, шөпшекке жетіңдер. Балдарың рақатын өртте, әрдайым үйіңде тек той қуаныш бола берсін. Ардақ Мырзатаевич, Сапура досымның құрметіне жиналып қалып жатсыздар. Көптен көп баршаларыңызға рахмет. Ал Ардақ, Сапу досым бүгінгі мерей жасың құтты болсын. Досым, ортаға биге.
Suyup biz birge qarab bosqanat Senin jag'ing mаған dushman qas bo'lat Mına bizning do'stligimiz sekildi Bağımızda bir-birimizin do'st bo'lat Mening do'stim menga jaqtaman Mening do'stim meni senga maqtaman Do'stligimning biyib qilgan to'g'rim Mening do'stim ma'lumman jasaman Hazır endi осы ағаларымыз жақсылап тұрып, осы бейшіліктермен бейтін болады. Үндемея, маэстро, музыку. Әне!
енелерін қарап тұр ғой, өлтіреді басқа. Сапура анамыздың қайнағалары, қайнапалары, қайын іні, қайын сіңілдері, барша әкеміздің бауырлары деп айтайын, ортаға шақырайық. Құрметті жиналған қауым, сәлем. Ал Сапура келін, біздің золотой келін, біздің родной. Алпыста толғанын көрмейді, әлі жап-жас сияқтысың. Туған күніңіз құтты болсын, еліңіз сау болсын. Ата-ағамен бірге Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшы қауым. Аға, жеңге, бүгінгі той құтты болсын. Жеңге именно сізге 60 жас құтты болсын. Әрқашанда жарқырап ойнап күліп жүре беріңіз. Бүгінгі 60 жас кемел жасың құтты болсын. Деніңе саулық беріп, отбасың аман болып, мына көрінген балдарың қызығын көріп, әр уақытта ағайын тума, жора жолдас достарының арасында ыстық ықыласқа бөлініп жүре бер. Деніңіз сау болсын. Сен тұрсаң шошимыз алдымыз. Балдарың қызығын көріп, айтып отқан тілектен бәрі қабыл болсын. Немелерің көп болып, шөбереге жетіп, арасында шауып жүре бересіз. Жасы құтты болсын, бәрімізге де. Әйел бақытын тілеймін, Сапура. Өмірде бақытты болып, көрінген балдарыңның қызығын көріп, немере сүйдің, Алла тағала шөбере сүйіп жатсын. Жақсы, туған күн құтты болсын. Жеңгем, осы жарқырап жүре бер. Енді ауылдың үлкен жеріне көбісіне сәлем бере алмаған шығармыз, той жүріп жатырсыз. Сәлем бердіктер үлкенсіздер. Енді аға, жеңеше, туған күндеріңіз құтты болсын. Бірге жасаңдар, башаға рахат көңілдер, тойға той ұлассын, той құтты болсын. Тілек қабыл болсын. Денің сау болсын. Алланың берген жасын жасап, тек осылай күліп ойнап, жолдасың Ардақпен екеуің бақытты өмір сүріңдер. Мерейтойы құтты болсын, мерейтой. Мына Сапура, біздер куәгер болдық. Сен осы бала келін болып түскеніне, осы үйдің шаңырағына. Сапураның 60 жасқа толғанына жиналып отырмыз. Сапура Ардақ, Сапура туған күнің құтты болсын, 60 жасың. Мына көрген балдардың қызығын көріп, осылардың шөбере немере сүйіп, екеуін қол ұстасып, бірге өмір сүріп, осыларға басшы болып жүре беріңіздер. Үлкен мерейтой, Леке Сапура, бейнетті зейнетке жетіп жатсың. Алла тағалаға шүкіршілік ет. Алла тағала дендеріңе сауап берсін. Бәрі жақсылық тілеймін. Әйел бақыты. Мен да немере, шөбере сүйіп, үлкен бәйтерек болып, жапырақтарыңыз жайылып, әр уақытта сіздің шаңыраққа тойға жиналайық. Геде құтты болсын. Күнтаевтардың әулетінде, Сапураның Девичьих фамилиясын білмеймін, сол кісілердің әулетінде той ортақ, бәрімізге де бөліп жағатын дымдасы да жоқ. Қашанда осындай тойды көтермелеп көңілді жүресіз, сонда мінеки той ыдыратынан приз. Мә, жақсылық кетпей қалсам, призді қайтақ берем ба не? Бұл жақсы билеген үшін беріп жатырмыз. Даража жеңгеме, қашан көрсең де осылай өзі активный приз в студию. Музыка! Бүгінгі тойда ең көңілді отырған столға берем. Көңіл күй қалай? Және жаңа Даража жеңгеме приз берсем, енді ағама менен сәлемдеме 20 литр бензин. Рахмет, ағам осылай бейдемей шығатсың, мен де бейдемей шығып алған.
Иә, ол солай ғой, серьезно. Енді ортаға түгел бауырларын шақырайын. Яғни анамыздың қайнаға, қайнапа, қайынсіңілі жастар жағы. Молодежь! Ақтәте, еңше, тойларың құтты болсын. Еңше, бақытты болды. Бала шаға немерен қызына тоймай, ағамен көң бірге қартайып, бірге ойнап жүре береді. Күн құрметті тойшы қауым, аға, жеңгем. Жеңге бүгін 60 жасың құтты болсын, жасқа жас тола бер. Мен оны айтып кеттім, ашып күнің ғой. Тойға тойласын, бақытты болыңдар. Ал ағайын қосылға, ортада той еді, балдары! Мен былай қарап тұрып той басқарғым келіп тұршы. Рахмет, мен енді мына призді манадан күшті билеп, көтермелеп жүрген қонақ көп енді. Қайсына берерімді білмей жатырмын. Соның ішінде мен бәрін байқап отырмын, призді алып жатсыңдар. Мен Дәулетияр Бауыржан ағамды ортаға шақырғым келіп тұр. Қол соғып қошемет білдіріп, сізге тойдың атынан приз! Үйіңіздің төрінде тұрсын, мынау үйдегі апай жеңгелерге апарып бересіз. Әйелге ма, әйелге. Өзіңе берді ма? Міне, бүгінгі тойда, былтырғы әкеміздің тойынан еш жер кем емес. Осының бәрін ұйымдастырған ол қыздарына тағы бір қошемет. Амандасқан жартыма тоймен жүгіріп жүрміз. Екіншіден көп рахмет. Осы анамның туған күніне қуанышымызға ортақ болып жатсыздар. Сіздердің де үйлеріңізге осындай үлкен той тілеймін. Ауырмаңыздар. Осылай жарқырап, осылай әдемі киініп, осылай әдемі өмір сүріңіздер. Рахмет сіздердің бәріңізге. Ал анашым, келіп жеткен туған құтты болсын. Алдағы уақытта денің сау болсын. Ақ жол тілеймін сіздерге, ашық аспан тілеймін. Әкем екеуің бірге қартайыңдар. Осы келіп отырған қауымның бәрі сіздердің арқаларыңыз. Біз сіздермен мақтанамыз. Бәрі құтты болсын. Көп рахмет. Тамада, Барс ұжымына бәріне көп рахмет айтамын. Жұлдызға да рахмет. Прическа жасап, шашымызды алып жатқан қолымды беріп отырмын. Бәріңізге рахмет. Ағаларым бар, бауырларым бар. Дәдәс, Ләйләпа, Ләстапа. Бөлмей ақ қойып, бәрі туғандарымызға бәріңізге де рахмет. Бәрі ортақ салысып жатыр, звондап жатыр, не істейік деп. Дәдесік маған таңатпай 8 жарымда звондап, барайын ба, арақ тасыйын ба, кола тасыйын ба деп. Рахмет бәріңізге де, көп. Бәрі құтты болсын. Ортақ тойға рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бәріне көп рахмет, алтын уақыттарын бөліп. Әр үйде осылай той болсын. Бәріне тілейтін зор денсаулық, бақытлы. Ал мама, папа, сендер береке той құтты болсын, маман 60 жас құтты болсын. Папа екеуін жүр жасып, балдардың немелерін рахатын көріп, шөбереге жетіп, шөпшікін суын ішіп, сол Алла Тағала соған өмір берсін. Бар жақсылық тілеймін сізге, ауырмаңыз, осылай. Біздің немелердің рахатын көріп, біз сіздің рахатын көреміз, сізден мақтанамыз. Бар жақсылық тілеймін, ауырмаңыз, самый главный. Ал құрметті тойшы қауым, бүгін міне біздің отбасымызда үлкен қуанышты той. Біздің анамыздың мерейлі жасы. Барлықтарыңызға басымды ием, осы қуанышты ортақтасып, бүгін бөлісіп жатсыздар. Мыналғыз барлықтарыңыздың отбасыларыңызда осындай той болсын. Тек тойда қауышайық. Ал мама,
бүгінгі келіп жеткен мерейлі жасыңызбен құттықтаймын. Ең бастысы Алла тағала сізге денсаулық берсін. Папа екеуміз осы көрген балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда тек той тойлап, шалқып жасай беріңіз. Жастан жасқа аман-есен жете беріңіз. Енді қаншама жақсы тілектер айтып жатыр ғой. Менің ата-анам туралы мақтанамыз. Осындай ата-ананың баласы болғанымызға мына алғыс. Ендігі жерде тек той көріңіздер. Әкем тапқанмен анам соның бәрін үйлестірді. Бәрімізді тәрбиеледі, тәлім берді, оқытты, үй алып берді, бір үй қылды. Әлі де осы кісілермен біз ақылдасамыз. Тілегіміз төріміздің бақыты. Алла тағала тек ендігі жерде тек той болсын біздің әулетте. Құтты болсын тойларыңыз. Жақсылықпен және Барыс мейрамханасының Сайран апаға мына алғыс. Осы тойымызды өте жоғары дәрежеде өткізіп жатқандарыңызға. Әже, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Ең бастысы сізге зор денсаулық тілеймін. Атам екеуміз осылай арамызда шалқып жүре беріңіздер. Сіздер бар жақсылық қалаймысыздар. Ал құрметті тойшы қауым, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сіздерге көп рахмет, осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, біздің анамыздың мерейлі 60 жасын тойлауға, ортақтасуға келіп, оны міне аяғына дейін отырып, көтермелеп, жақсы көңіл күйде, тамаша деңгейде өткізіп жатырмыз. Сіздерге көп рахметімді айтамын. Сонымен қатар осы жылы барлық мамамның құрдастары осы мерейлі 60 жасқа толды. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Үйлеріңізде осындай тек той болсын, балдарыңыздың қызығын көріп, осылай жастан жасқа шығып жүре беріңіздер. Барлық жақсылыққа лайықтысыздар. Енді жаңа рахметімізді айтып жатырмыз ғой, ешкімді бөліп жармаймыз. Тумаларымызға, нағашыларымызға, бөлелерімізге, бауырларымызға барлықтарына рахмет. Ағам мен жеңгеме, өзімнің апам мен жездеме, әйтеуір осы үш жақ болып бірлесіп отырып, бір ортақ мәмілеге келіп, бірлесе осы тойды ұйымдастырдық. Осы ұйымдастырудың басында енді бір сөзімді жерге тастамайды, мен сұрамаймын, қандай той деп айтпаймын, тек жақсылық осы күн жазық қой дейін болды. Тақалғаннан кейін сосын дабыл қағам, осындай той еді, осылай өткізгіміз келеді, осылай кіргізгіміз келеді деп ақылдасамыз. Жақсылық саған көп рахмет. Тек той көріп жүре беріңіз. Ал одан кейін осы мерейлі тойды естелікке түсіріп жатырған видеограф медет сізге де рахмет. Сізге де үйреніп қалдық, уже нешінші тойымызға шақырып жатырмыз. Рахмет музыканттарға, Барыс ұжымына, фотографқа, одан кейін қазіргі енді сұраныста мобилограф қой. Сейдахмет, саған да көп рахметімді айтамын. Сөзімді жерге тастамай, осындай Ақтөбеден осы Хромтауға келіп, тойымызды жақсы өткізіп жатқанда көп рахмет. Ал мама, келіп жеткен жаңа жасың құтты болсын. Денің сау болып, осылай балдарының осындай киіп ортада шалқып тасып жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын, барлық асқан армандарыңызға жете беріңіздер. Бізге берген ақылыңызға, тәлім-тәрбиеңізге барлығына рахмет айтамын. Жүріп жасаңыз. Анамызға сыйлығымыз бар. Мама аздай болса көптей көп. Папа бар. Балдарыңыздың атынан стриженный норка Гүлжанат Мүңкейден үстіңізде тосын. Және де шубыңызға байғазымыз 1 миллион ақшалай сыйлығымыз. Ой, бәрекелді. Мама, киіп ал, ертең қатырып алып берсін. Шешпе, киіп ал, құтты болсын. Төріме отырғызу ойымда, әй, десті гүлдерді сізге беріп, төріме отырғызу ойымда. Анашым тойла бүгін тойында, анашым өзім күнім айында.
Ой, рахмет. Мама қалған папаға бер. Қалған папаға бер. Бізде мама осылай еді. Папа табан, мама шашады. Мама осы шашып жүрейді. Құрметті тойшы қауым, бүгін үлкен бір қуанышты күннің куәсі болып жатсыздар. Біріншіден бәріңізге де рахмет. Осы жерде отырған бөтен адамдар емес, осы біздің шаңырақтың, осы біздің әулеттің, осы біздің ауылдың, ауылдастар отыр, үлкен қарттарымыз, апаларымыз отыр. Бір ауылда сол туып өскен. Екіншіден осы жерде Сапыраның мерейтойы 60 жасына нағашылары келіп отыр, үлкен әжеміз келіп отыр. Сол кісіге үлкен рахмет, қандай үлкен жасқа келсе де бүгінгі күні шақырды ғой деп, сол нағашы осы жерде Сапыраның ағалары бар, жеңгелері бар, үлкен кісі бар, соларға рахмет айтқым келеді. Екіншіден осы жерде құдағайлар бар. Қазақ айтады ғой, балдар сенің өрісің деп. Сол балдардың арқасында бүгінгі күні осындай үлкен жекжатты болып, құдағайлы болып жатырмыз. Түбі Сексеуілден келіп жатыр, Ақтөбеден келіп жатыр, Сарсайдан келіп жатыр. Бұның бәрі үлкен сыйластық деп ойлаймын. Хромтаудан осы жерде құдалар бар. Барлығы да осы бүгінгі күнгі біздің қуанышқа келіп жатыр. Екіншіден, мынау қуаныш мерейтой 60 жас, 65-тердің тойы деп ойлаймын енді. Осы жерде жаңа менің құрдасым Майра айтып кетті ғой, ренжіп жатыр. Бірақ дей тұрғанмен той осылардікі ғой, 65-тің жылы Майра дұрысын. Жаңа солай да бірінші тілекті бергізген, қойғанда да айтып едім, осылар бірінші тілек айтсын, сосын енді біз сонан кейін айтармыз деген сондай ниетпен берілді. Дұрыс түсінеді деп ойлаймын енді. Бұл жерде енді Сапыра өзі негізі мана айтып кетті ғой, Қарабазда туып өскен, осы жерде құрбылары бар, сол Көктауда оқыды, онан Аққұдықта оқыды, екі жерде құрдастары бар. Оның өзі де үлкен бір үлкен сыйластықтың бірі деп ойлаймын. Сол бүгінгі күн міне ағайын тума, інілерім бар, келіндер бар, осы жерде өте керемет. Бәріңізге де үлкен рахметімді айтамын. Жеңгелеріміз бар, үлкен апаларымыз бар, көз көрген. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, Тосбергенде айттық қой, осы шаңырақтың үлкендері, көз көргендер, жаңа жеңгелері деп. Соны дұрыс түсініңіздер. Сапырамен екеуміздің жаңағы жеңгелеріміз, былай қарағанда Сапыраның жеңгелері кезінде бірақ ауылда тұрдық, үлкен сыйластықта, ағаларымыз да жаңа қайнағы болғанмен аға сияқты болып кеткен адамдар, сондықтан сол үлкендерге қостық. Осы жерде үлкен апаларымыз отыр, аналарымыз отыр, әжелеріміз отыр, нағашыларымыз отыр. Ана Темірде нағашыларымыз бар еді, олар бір себептермен келмей қалды. Дей тұрғанмен осы Хромтауда нағашыларымыз бар, Хлебодаркіде нағашымыз бар еді, ол да бір жол жүріп кеткен ба, келмей қалды, бірақ ешкімге ренжімейміз. Бәрінде де шаруа болып қалады, тірелгенде болып қалған шаруалар болып жатыр. Біріншіден, бәріңізге де үлкен рахмет айтамын. Осындай тойға келіп, басымызды қосып, до конца отырғандарыңызға рахмет айтамын. Екіншіден, кейде мына үлкен кісілер шаршап кетіп қалады ғой. Мына бәріңізге де мына кішкентай бауырларымыз, ал Сапыра мына бүгінгі мерейтойың құтты болсын, денің сау болсын, бақытты баянды өмір кешуге жазсын. Мына көрінген балдарымыз әрқашанда бізге мақтаныш болсын, тірек болсын. Осындай бүгінгі күніне өздеріңіз көріп жатсыздар. Осының бәрін ұйымдастырған осы балдар. Біздер тек ақылшы, жаңағы қызым айтқандай, тек ақша табушы дегендей, қалған бәрін осы балдар. Осы жерде келінім бар, Ержан бар, міне күйеу балам бар, мына екі қызым бар, мына кішкентай қызымды Ақтөбеде бүкіл сыйлықтың бәрін алып жатқан осы Гүзелі. Қалған мына Мөлді, диаспора да жәрдем беріп жатыр, кешеден той табақ жасасып. Бәрінің де еңбегі бар. Үлкен рахмет айтамын. Енді осы жерде мағадан бері кішкене бір өмірбаянға тоқталып кетпесе болмайды, айтылды. 60 деген былай қарасаң талтүс дейді, но бірақ мен енді өзім талтүс деп айта алмаймын. Осы 60-қа дейін көптеген өмірдің өзінің бір соқпақтары болады. Өмірдің бір өзінің бір қиыншылығы болады, өмірдің өзінің бір жақсылығы болады. Сол сәттердің бәріне біз өте білдік деп ойлаймын. Жаңа айттым ғой, 17 жасында енді семья жағдайына байланысты оны ауылдастар, үлкендер біледі. Біздің жаңағы бес бала осылай әке-шешеміз жаңа ерте дүниелік болып кеткеннен кейін сол біздің өсіп өнуімізге бірінші сол ауыл елдің үлкен азаматтарының өте септігі бар деп ойлаймын. Еліңе қара, халқыңа қара дейді ғой, азаматын таны деп, сол кісілердің көп қолдауы болды деп ойлаймын.
Онан қалды осы жерде міне үлкен Несібел апамыз отыр. Сол кісінің жолдасы болды, Ырысбай деген ағамыз. Сол кісілердің арқасында біз деген осындай үлкен бір қазіргі ұлағатты семья үлкен бір мерейтойдың куәсі болып жатырмыз. Ал Сапура, мына жасың құтты болсын, тағы да биіктен көріне бер, денің сау болсын. Осылай жаңағы айтып жатыр ғой, жолдастарың жаңағы барлығы айтып жатыр. Сенің жаңағы қалай оларды қарсы алғаның, қалай олармен осы күнге дейін қандай қатынаста, жолдастықта болғандарыңыздың бәрі. Бірақ қарап отырсаңыз естімейтін былай ер адамға білмейді екен ғой, маған бәрі мен алып келемін, қонақ келді деймін, жолдастар келді деймін. Бірақ осы жерде сенің бағаңды сол жолдастар қойды. Мен соған өте қуанып, мақтан тұтамын. Рахмет, міне бүгінгі күні сол еңбегің қайтты деп ойлаймын. Құтты болсын туған күн. Иә, мен 60-қа келіп жатырмын деп қояйын. Шашым жалбырап 17 жасында балалық болған шығар. 5 баланың кішісі едім. Тағдырым шығар, тұрмысқа шықтым. Шүкір деймін. Ардақтың ата-бабасының әруақтары шығар, ауылда қолдады, ақыл айтты төркінім. Үлкендер жаңа айтты ғой, Несібел апам, менімен бірге жасасып келеді. Сол шүкір деймін Алла тағала. Бәрін ойлап отырсам, ардақ айтам, бәрін орнына рет-ретімен істеген екенбіз. Бала болдық деген жоқпыз. Құрдастар келсін, құдалар келсін, құда шақыру керек дейміз, той істейміз, солай. Сондай ғұмыр кешкен екенбіз. Шүкір деймін Алла тағала, әруақтар қолдағанша. Өзімнің әкем айтатын еді, Нәси деген әкем 83 жасында қайтыс болды. Көрпеге қарай көсілді. Солай көсілдім, соның арқасында достар жиналдық, құда жат жиналдық. Шүкір деймін. Ең бірінші бізде Ләззат тұрмысқа шықты. Сонда мен 24-те кемін, 25-те мүшелі аяғым сынды. Сол қазір кеше айтам, Сапура жердің қызын шақырыyorum жанына деген. Ергебаев Қайрат деген председатель көп болды. Мебель 2-ның бір апармайды. Мен мебель апарам келеді деймін, ардақ барды. Ол кезде де кредит бар екен ғой, білмейміз. Натуральный крем, ана мебельді ол кезде деген нелерге берді, чаба нелерге. Түнмен тап, әйтеуір Ергебаев Қайрат тумамыз ғой, түсіріп берді. Сол мебельді апарып, Жамбыл колхозына барып, құдағай болып келдік. Ояққа барғанда Аманбай құда біледі, маған Байтал дейді, балалық қой. Құдағай шақырым, құдағай Байтал деген қандай мал дейді. Құдағайды да жылқы мал ғой. Сонда туады мұнда бейбі деп беріңдер. Соны ойлаймын, сонда қандай ойланғанмын деп. Екіншінде Данияр қайным үйленіп, сен неге барып құдалық қалады? Өзағай папайға рахмет айтам. Бұл кезде жеңге көйлек деп мата береді ғой. Жоқ, мен сағат апарғым келеді деймін. Гүлдардың жеңгелеріне сағат апарымшы. Енді берерде уже қатайдық қой асқанда. Шүкір Алла тағала. Бергеніне шүкір деймін. Өмірдің қиындығында көрдім, қуанышында көрдім. Жаңа Ләззатқа не деген затының бәрін дайындадым. Гүлдар деген жеңгем болды. Көп сөйлеген мен енді уақыт бойы садикте заведующий болды. Ол кезде сервизге дейін шай аласың. Сол жуан, ана Гүлдар жеңгем сервиз, енді біз заведующий сайдық қой әкеп береді. Сосын көрпесі қалды, жанына келмей қалды. Сапура деген әжеміз болды Ақтөбеде. Сол кісі бір жетте маған көрпені істеп берді ғой, таксимен барып келдім да. Сонымен айтамын, неге мен сондай мықты болғам? 25 жасында жүк алып барғанмын Ләззат қайынсіңдер. Рахмет қайынсіңдер айтып сыйлайды ғой. Бүгін енді Данияр қайным жоқ, қайным вообще өзгеше. Өмірдің қиыншылығында, суығында сол қайныммен жеңдім деп айтамын. Ардақпен не істегенмен қайныммен ақылдасады деймін. Енді ол өнер болды, жатқан жері жайлы болсын, гүлдары болсын. Сол енді кеше айтамын, 60 деп. Сосын өзімнің 3 балапаным бар, тұңғышым Ержан, келінім бар Сәңгүл, Ая бар Аслан, сосын Аяуын деген қызым бар. Бір ұл, 2 қыз дүниеге әкелгем. Ардақ айтамын, өзінің 2 ауысым бар, мына жерде қайынсіңдер бәрін шақырып отырмын. Біздер 60 қой, олардың өзі 40-50 үлкен. Үлкендерді шақырамыз да, кішілер. Ардақ айтамын, біз өзіміз енді артымыз енді үлкейіп келе жатыр ғой. Рахмет айтамын ұлым мен қызыма. Келініме рахмет айтамын. Ұлым табады ақшаны, қыздарыма береді. Қая қызым Аслан екеуі жұмсайды. Аюкам енді ол өзгеше енді осының бәрін организовать етеді. Аллаға айтады, сөйтейік, бүйтеді деп. Тіл көзден аман болсын балдарым. Аман болыңдар. Сіздерге де балдарым біздерге істеген нелерін, қызметтерін Алладан қайсын, сіздерге істесін балдарым. Тіл көзден аман болыңдар. Аузым толып сүйген ақ көздердің бәрі қызады, ауылдағы подружкама күрмейлер. Ерте әже болдық. Рахмет ақ көзге биіктен көріп оқуымды бітіріп. Мөлдірім бар, диасым бар. Құдай, армандаған зекундәрім бар зерен. Аман болыңдар тіл көз. Рахмет сіздерден. Сіздермен
мен мақтанамын, тіл көзден аман болдыр. Ал Ардақ, саған 18-17 күйеуге теген екен. Денің сау болсын, сенің арқаң. Айттым, көндім, ақша таптым, мен жұмсадым. Бәрі сенің арқаң. Рахмет. Ақша тапты, көп нәрсе ақшамен шешіледі. Шыннан кейін тойға барсаң да, бұған айтпай кетеді, мен малды атап көрмесе, осы үшін таяқ жейсің ғой дейді. Уже кетеді ғой. Рахмет көп. Мына достарым бәріне, Ардақтың арқасы былай қарасам, мен айтамын, мен өзім достарым той болсын, топыр болсын, бәріне шақырған. Былай қарасам, ол Ардақтікі менікі деген жоқ екен бізде. Барлық достарыма рахмет айтамын. Қайныларыма мына, бәрі айтады ғой сенен қорқамызды, інілеріме, бәріне де рахмет айтамын. Мен көбісі еркісілермен жақсы көремін ше, қайныларымды, інілерімді. Сосын әйелдер ешқайда да кетпейді ғой. Құрдастарда да еркісілерді жақсы көремін біртүрлі. Рахмет, Алладан қайтсын. Сіздерге де балдарым осындай қызмет етсін. Мына жерде бауырларыма рахмет айтамын. Мына жерде достым, ауылда 5-6 қыз жүреміз. Қыздар, оларды өзгеше айтамыз енді. Оларға да рахмет айтамын. Құда жекжаттарыма рахмет айтамын. Мына жерде үлкен кісілерге рахмет айтамын. Соның ішінде Ашық жеңгем 80-ге толғанда топты жарып, Бозбеттің қызын шақырып еді. Ашық жеңгеме рахмет айтамын. Мына нағашыларымнан әжем келіп еді. Өткенде бір қазақ ем ғой, құмалақ салдырғанда айтты. Мен өзім нағашы әжем болған, мен шала туғанмын, шалабай болғанмын 7 айлықта. Содан ана нағашы әжем мен аяғымды шығарып алғанда, мен аяғым іріңдеген. Сонда әжем мамама айтпаған ғой, содан әжем өлгенше нағашы әжем кешірім сұрады. Өткенде бір қазақ емге қаралғанда нағашы әжем айтты, сені нағашы әжем қолдай екен, соның аруағы сені жерге түсірмейді екен деді. Рахмет нағашыларыма, көп рахмет. Құда жекжат бәрімізге рахмет. Мына жерде Ардақтың бауырлары, қайсың деп қайғыма звондаймын. Мен 17 жаста келген екен, бір сәкенің төрінде отырмаған екен. Билейсіңдер, жүресіңдер, күлесіңдер, до конца отырасыңдар дедім. Сосын ғой жақсылық қайтқаным. Ешкім де кете алмайды деп. Рахмет Алла тағала. Бәріңе де. Ардақтың бауырларына, қайсыңдеріме. Астанадан қайным деп қара асқа. Келдім тұр, келе алмай қалды, енді әркім шаруасы ғой. Көп рахмет. Алладан қайтсын. Сіздерге де балдарым осылай қызмет етсін. Тамадыға енді Аюка личный, бірақ жақсылық. Мен сені жақсы көремін. Тойымызға келе бер. Рахмет. Мына жерде енді Аюканың достары ғой. Рахмет көп бәріңе. Жұғысты болсын. Құтты болсын. Осы әулет, осы тамадын неге ала береді? Басқа тамады жоқ па екен деп ойлайды шығар. Білмеймін, осы үйде ет азырдан ана қалмай, мен де айтамын, құрсын басқа біреуді алсаңдаршы, ұятты тіпті. Сол сияқты міне маған тағы да тапсырып жатсыздар. Қолдан келгенше қызмет жасауға дайынбыз. Рахмет. Келесі тойға басқа тамады қараңдар, ұят болады. Рахмет, тек тойда қауышар ағайын, саған қалқымай, әнімді айтыбай, жүрмін шалқыбай дегенге маған да 23 жыл болған екен. Тек осылай сіздің тойда, сіз болып, біз болып, барлығымыз қазақтың тойы бітпес деп жүре берейік. Тойларыңыз құтты болсын. Ардақ ағамызден сабыр апамыз. Ал Толсабай, алдарыңызда өнерде де, өмірде де жұбы жазылмаған өнерлі жұп қарсы алыңыздар. Қос. Әне,
Рахмет тамаша. Мына Роза Рымбаевадан кем болмадың ғой? Гүлдің астында қалдың. Әрқашанда құшағыңыз гүлге толсын. Әр қазағым шаңырағында осындай той болсын. Енді екінші дастарханның батасын нағашылар қауымы. Ал, әумин қожайын. Я Құдайым мұңдасын, еш жамандық болмасын. Ұлмен қызың ержетіп, басыңа дәулет орнасын. Келінің болсын келінді, бендесін қонақ төрінді. Өте берсін малғасын, еккендей бол елінді. Жаны қалдай қаулет, жаны қалдай қамлет. Не тілесең әзірет, дастарханға береке. Осы берген батанды я Құдайым қолы. Туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Бақытты болыңыз. Әумин, батаңыз қабыл болсын. Шапан жауып қояйық, ба? Рахмет. Отыра тұрайын, тұрған жоқпыз әлі қазір. Ал құрметті қонақтар, бәріңізге де тағы да үлкен рахмет, оның артық болмасын ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау енді үкіметтің үйі, өзі шектеулі уақыты бар дегендей, азаматтар да демалу керек, басқа да тойлар болады деген сияқты. Негізі біз ауылда тұрамыз ғой енді. Бәріңізді ауылға шақырамын. Осы жерде құрдастар, 65, 64, құдалар, балдыздар, ауылдастар. Білесіздер ғой, ауылда үй кең, біздің үйге сыймаса көршінің үйі бар, екі үй бос тұр. Сондықтан бәріңізді қараңыздар, жағдайға қарай, кім ауылға барам дейді, біз күтеміз. Тойдың жалғасы ауылда. Дайындалып қойдық. Жидетінде бір қашар сойып қойдық, жидет шығар енді. Осы 60 жасқа дейін. Керемет, тамаша. Орыстар айтқандай, требуем продолжение банкета дейді. Бұл жерден бітпей қалса, әрі қарай ауылға үйге шақырып жатыр. Жаңа айтты ғой, әкеміз шақырады, мама жайлайды. Мама жайлайды, шамалы асығыс қонақтар олар ғой. Мына барысы қандақтың арқасы. Тумамыз 2 сағатқа созып алдық,
Ал қайтам дегендерге қайтуға болады, қайтпаймын дегендерге мына жерде 2 сағатқа дастархан жайылады. Одан кейін түн ішінде 12-де ауылға барамыз.